Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Арайлым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, үйдегі бар заттардан жасалынатын, әрі өте тойымды, дастарханның сәнін келтіретін, осындай кереметте мандарин салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналды жоғалтып алмас үшін алдын ала подписация батырмасын басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 дана картобымызды үкіштің үлкен жағынан өткізіп аламыз. Менде 3 дана, қалауыңызша картопты шамалы азайтып 2 дана қып алсаңыздар да болады. Мен бүгін 3 дана алдым. Және де осындай суға піскен тауық етін майдалап турап аламыз. Барлық қажетті заттардың тізімін және мөлшерін видеоның астында описанияда қалдырамын, сол жерден көрсеңіздер болады. Енді кезекте сырымызды да үкіштің осындай үлкен жағынан өткізіп аламыз. Құрметті менің көрермендерім, менің YouTube каналымнан басқа да қызықты рецепттерді таба аласыздар. Каналға өтіп көрсеңіздер болады. Жұмыртқамызды да осылай үкіштен өткізіп аламыз. Барлығын осылай бір ыдысқа салып жинаймыз. Қалауларыңызша қара бұрыш және тұзын сеуіп, майонез қосып жақсылап араластырамыз. Бұл салатты әркім әртүрлі жасап жатады. Кейбіреулер сарымсақты қосып жатады. Егер сарымсақ қосқан ұнатсаңыз, онда 1 немесе 2 дана сарымсақ қосып жіберсеңіз болады. Егер тауықтың етін ұнатпайтындар болса, орнына колбаса қоссаңыз да болады, яғни шұжық қосып, сонымен жасасаңыз да болады. Майонезімізді барлығын салып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді бізде сыртын әсемдеу үшін осылай сәбізді қолданамыз. Піскен сәбізден мен осындай үлкен 2 данасын алдым. Егер сізде сәбіздеріңіз орташа немесе кішірек болатын болса, онда 3 данасын алғандарыңыз дұрыс болады. Енді кезекте осындай пищевой пленкаға немесе пакеттің үстіне жұқа етіп сәбіздерімізді жайып шығамыз. Осылай жайып дөңгелек формада жасап аламыз. Алдын ала дайындап қойған салатымыздан осылай дөңгелек форма жасап, осы сәбізіміздің үстіне қойып, шеттерін орап, мандарин сияқты домалақ пішін жасаймыз. Осылай дөңгелек пішін жасап алғаннан кейін, домалақ қара бұрышымызды осылай үстінен қойып, осындай кішкене жапырақтармен әсемдеп қоямыз. Мен мандариннің жапырақтарымен әсемдедім. Мандариннің немесе басқа да жапырақтар, формасы келетін жапырақтармен әсемдеп қойсаңыздар болады. Лавр жапырағымен, яғни лаврулиспен де әсемдеп қойсаңыз болады. Гвоздикамен де әсемдеп жатады. Қалауыңызша қолда бар затпен әсемдеп қоюға болады. Салат өте тойымды әрі өте дәмді болып шығады. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Менің каналымнан басқа да қызықты рецепттерді таба аласыздар. Каналға тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым. Баршаңызға рахмет.